Сәлем достар, сіздермен бірге оқиғалар. Мен бүгін сіздерге Ложка Сахара фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын, лайк басып каналға жазылып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс. Ал біз үшін үлкен қолдау. Мелисент автобустың артқы орындығында жатып, анасының баласын емізіп жатқанын бақылайды. Біраз уақыттан кейін ол діттеген жеріне жетіп, Ребекка есімді әйелмен танысады. Ребекка қыздың білімі, жасы және бала күту тәжірибесі туралы сұрайды. Мелисент ешқандай тәжірибесі жоқ екенін, бірақ балаларды өте жақсы көретінін айтады. Оның баласы Джонни ауру, мылқау және аллергияның бірнеше түрінен зардап шегеді екен. Баланың Мелисенттің қолынан ұстағанын көрген анасы, баласына күтуші ұнағанын түсінеді. Ребекка жаңа күтушіге Джонниге байланысты ұстану керек ережелердің барлығын түсіндіріп береді. Сонымен қатар ол Джонниді үйден шығармау қажет. Әңгімелесу кезінде Мелисентті сыртта өсімдіктерді суарып жатқан жартылай жалаңаш еркекке көзі түседі. Бұл еркектің есімі Джейкоб, Ребекканың күйеуі. Ребекка оны таныстырғанда Мелисенттің қалай оған басқаша көзбен қарағанын бақылауымызға болады. Өзінің жаңа жұмысына орналасқаннан кейін ол автобусқа отырып, дәрігер Уэльштің сеансына аттанады. Ол саябақта балаларына немқұрайды қарайтын аналардан гөрі жақсы ана болу арманы туралы айтады. Бірнеше күн бұрын Мелисент саябақта адасып қалған қызды кездірген екен. Ол қызды анасына алып барған кезде, анасы қызының жоғалып кетпегенін айтып, ештеңе болмағандай басқа әйелдермен әңгімесін жалғастырған екен. Ашуға булыққан Мелисент қызбен бірге қашып кетіп, анасы оның артынан қуып жетіп, қызын алып қашпақ болған үшін оны соққының астына алған. Қазіргі уақытта ол доктор Уэльске өзінің зорлық-зомбылық бейімділігі туралы айтады. Бірақ психиатр оның алаңдаушылығын жоққа шығарып, әйелдердің зорлық-зомбылыққа бейімін айтады. Дәрігер оған дәрі-дәрмекті азайтуы керек деп ұсынады. Бұл саған кері әсер етуі мүмкін деп. Бірақ қыз оның ұсынысынан бас тартады. Осы уақытта Ребекка мен Джейкоб өздерінің жаңа күтушілерін талқылап отыр. Олар әңгімесі екеуінің сүйісуімен аяқталады. Жақындасу кезінде Ребекка күйеуінен оны тұншықтыруды өтінеді. Бұл Джейкобқа ұнамаса да, ол оның айтқанына келіседі. Кенет оларды Джоннидің жылағаны үзіп жібереді. Оның бөлмесіне жүгіріп барған анасы оған адреналин инъекциясын енгізеді. Бала кенеттен анасын ұрып жібереді. Ребекка күйеуін айыптай бастайды. Неге шоколадтың әлеуметтік қабығын баланың қолына қалдырып кетесің деп. Күйеуі болса ашуланып, баланың бойында ешқандай аллергия жоқ екенін, оның психикалық ауытқушылығы бар екенін, сондықтан да оны тиісті мекемеге алып бару қажеттілігін айтады. Алайда Ребекка ұлынан айырылғысы келмейді. Келесі күні Мелисент оянып, өгей әкесі Роджермен ішетін таңғы ас алдында дәрі-дәрмекті қабылдап алады. Кейін Мелисент Джоннимен бақшада ойнап жүргенде Джейкоб оған жақындайды. Көшеге ұлдары жиі шықпайтындықтан ол қыздан ұлын аулада серуендетуді сұрайды. Біраз уақыттан кейін күтуші қалай Джоннидің жерден өлі қоянны суырып жатқанын көреді. Қыз қоянды пышақпен союда, ал бала оған қызыға қарайды. Ол Джонниге сәттілік үшін қоянның аяғын береді. Содан кейін бақшада жерленген басқа жануарлар бар жоғын сұрайды. Кешке жуынып жатқан Мелисент ванна бөлмесінен іш киім мен көйлек табады. Ол жерден ол Джейкобтың суреті мен Ребекканың көйлегін ұрлап кетеді. Үйде төсекте есірткіні ішкен ол ұрланған фотосуретті алып, өзіне ләззат сыйлай бастайды. Ол қалай өзінің Ребекканың күйеуімен жақындасып жатқанын қиялдайды. Бір күні Мелисент пен Джонни ойын алаңында уақыт өткізіп, олардың қасында ерлі зайыптылар ұрысып, баланың ашуын туғызады. Мелисент оның реакциясын бірден байқап, балаға құлағын жабу керектігін айтып, тыныштандыру үшін терең тыныс алуға үйретеді. Сосын балақайға сенің жердегі мақсатың адамдарды зерттеу, бірақ олардың біріне айналмау керек деп түсіндіріп береді. Оны естіген балақай ақыры өзімді түсінетін адамды таптым деп ойлайды. Кейін Мелисент Джоннидің шашын саусақтарымен тарайды. Бұны байқаған Ребекка баланың шашын қиюды ұсынады. Өйткені бала Ребекка шашынан ұстаған кезде үнемі бір орында тұрмайды екен. Мелисент оның ұзын шашын қиып жатқанда Ребекка ұлымен ойнай бастайды. Күтуші Джоннидің анасына кәдесі ретінде Джоннидің шашының бір бөлігін береді. Оны Ребекка қуана қабылдайды. Бірақ Ребекка баласының қолын ұстаған кезде Джонни оның қолын тістеп алып қашып кетеді. Жүрегі жараланған Ребекка Джоннидің шашын лақтырып жібереді. Қобалжып кеткен Мелисент дәрі-дәрмегі арқылы өзін тыныштандыруға тырысқан, бірақ олардың таусылып қалғанын анықтайды. Келесі күні әйел доктор Уэльстен өзіне отбасы құруға бола ма деп сұрайды. Ол жылай бастайды. Содан кейін дәрігер оның жанына отырады. Ал дәрігер сыртқа шыққан кезде Мелисент ол жерден бірнеше дәріні ұрлап келетеді. Дәрігер қайтып келгенше қыз орнына қайта оралып, ештеңе болмағандай кейіп танытады. Келесі күні ерлі зайыптылар кешкі ас ішіп жатқанда Мелисентті Джоннимен жалғыз қалады. Күтуші бірден өзінің лезерген тамшыларын баланың дәрісіне араластырып,
Джонниге бұл сиқырлы заттың оған өмір бойы көмектескенін айтады. Оны қабылдап болғасын балақай дәрінің әсерімен билей бастайды. Содан кейін ол баланы алып көшеге шығады. Осы уақытта ерлі зайыптылар дауласып көлікте келе жатқан болатын. Олар жолды кесіп өтіп жатқан Мелисент пен Джонниді байқамай, оларды соғып кете жаздайды. Бірақ бақытымызға орай Джейкоб дер кезінде тежеуішті басып үлгереді. Уайымдаған Ребекка баласына жүгіріп барып, күтушіге Джонниден аулақ жүруді бұйырады. Баланы қолына алған кезде Джонни ана деп айтады. Ұлының алғаш рет сөйлегенін естіген Ребекка қатты таң қалып қалды. Алайда оның қуанышы Джоннидің Мелисентті ана деп атап жатқанын білгенде су сепкендей басылады. Ал кейін балақай тіпті өз күтушісінің қолына жүгіріп барады. Бұл көрініс анасын қатты ренжітіп, ол Джонниді алып кетіп қалады. Үйде Ребекка ұлына өзінің анасы екенін айтып түсіндіруге тырысуда, оның әлі де күтушісі берген есірткінің әсерінде екенін білмей. Осы уақытта Джейкоб Мелисентті жұбатуға тырысуда. Джейкоб оған мақтау сөздер айтады, өйткені оның арқасында ұлдары алғаш рет сөйледі ғой. Оның жылы сөздерінен кейін Мелисент еркектің аяғына отырады. Содан кейін олар көлікте жақындасады. Қыз үйіне оралған кезде өгей әкесі оны сұрақтардың астына алады. Өгей әкесінен әбден шаршаған Мелисент ременді алып шығып, оны тұншықтырып тастайды. Ал кейін өлген адамды қайта-қайта тепкілеп, әдепсіз сөздермен балағаттай бастайды. Ол үйге оралып, күнделігін ашып, бұрынғы асырап алған әкелерінің әрқайсысының өзін қалай азаптағанын және бірінен соң бірін өлтіру арқылы кек алғаны туралы егжей-тегжейлі жазады. Ол әр құрбанынан естелік ретінде оның шашын алып, оны күнделігіне бекітіп қояды екен. Ұлының алғаш рет сөйлегеніне қарамастан, Ребекка енді Мелисент ана бұл үйде көргісі келмейді. Ребекканың енді оны жек көретінін түсінген Мелисент Джоннидің тамағына тағы дәрі қосып береді. Нәтижесінде ашуланған Джонни Джейкобтың аяғына пышақ соғып алады. Ал кейін жатын бөлмесін кіріп, көрпенің астына тығылып алады. Мелисент балақайды сабырға шақыруға тырысуда, ал кейін Ребеккаға қарсы пайдалану үшін оның қолына пышақ тапсырады. Кейін Джонни Мелисенттің құшағында ұйықтап қалады. Ертесіне күтуші аулада өз жұмыстарымен айналысып жатқанда, оған Джейкоб жақындауды ұсынады. Олардың қалай жақындасып жатқанын Джонни байқап қалып, терезені ұрып айқайлай бастайды. Алайда екеуі бұны байқамайды. Осы сәттен бастап Мелисент өзінің барлық дәрі-дәрмек бөтелкелерін қоқыс жәшігіне лақтыра бастап, өзінің қалай Джоннимен және Джейкоб отбасы құратынын қиялдай бастайды. Ол Джоннидің үйіне келген кезде Ребекка оны кіргізуден бас тартады. Мелисент кетуден бас тартып, әйелге шабуыл жасайды. Үйге кіре алмай, қораға қарай жүгіріп, ол жерден Джейкобты тауып алып оған өз махаббатын мойындайды. Бұл уақытта Ребекка ұлына ештеңеге қарамастан онымен бірге болатынын айтады. Анасы баласына жақындап келеді, ал балақай артында пышақ ұстап тұр. Кенет Джонни Ребекканың қолына пышақ тығып алып, әйел ауырсынудан айқайлай жөнеледі. Ребекка ұлын көтеріп бөлмесіне апарады. Содан кейін шеберханада күйеуімен көңіл қосып жатқан Мелисентаға қарай жүгіреді. Әйел дереу оған шабуылдайды. Мелисента үйге қашып кетуге тырысуда. Ол өзіне жақындап келе жатқан Джонниді көріп, одан көмек сұрайды. Алайда Джонни керісінше оның өзіне пышақ соғып алады. Есеңгіреп қалған ата-анасы қалай балаларының адам өлтіріп жатқанын сырттай бақылаудан басқаға шарасы қалмайды. Кейінірек Джейкоб қабір қазып, оған Мелисенттің өлген денесін тастайды. Осыдан кейін ата-анасы тағы да жер сатып алуды жоспарлай бастайды, егер балалары күтушілерін өлтіріп жатса тастайтын. Кешке таман Ребекка баласынан анаң кім деп сұрайды. Джонни жауап ретінде анасының ернінен сүйеді. Бұл Ребекканы өте бақытты етеді. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар